Жаңа оқу жылы қарсаңында Ақтауда тамыз кеңесі өтті. Биылғы жиынның басты тақырыбы білімнің болашағы, адал азамат, кәсіби маман. Мұндай кеңестер еліміздің барлық өңірінде ұйымдастырылып жатыр. Оған бастамашы болған Астанада өткен республикалық деңгейдегі басқосу. Ақтаудағы кеңеске Отбасы хрестоматиясы қоры да қатысып, спикер ретінде сөз сөйледі. Шараның негізгі мақсаты білім сапасын арттыру, сонымен қатар ұлттық құндылықтарға сүйене отырып, тәрбиелік жұмысты күшейту. Психолог ретінде ұстаздарға қазір мектеп басшыларына айтып жатқаным, баланың бойындағы білім беруіндегі нені білім деп есептейміз деген кезде ара жігін ажырату керек болды. Құндылық деген бар, құрал деген бар. Құрал деп отырғанымыз мектептегі бүкіл средстволар, яғни пәндер. Физика математикасынан бастап оқытылатын 20-25 пән. Ал құндылық деп отырғанымыз сол баланы құсты қанат ұшырады, баланы талап ұшырады дейді, арманы бардың дәрмені бар дейді. Көкірегіне арманға бітіретін, қиялын шарықтататын, болашағында өзін қандай маман иесі, қандай тұлға, мемлекеттің қай бөлігінде кірпіш болып қаланатынын көрсете алатын бұл құндылықтарды айтып отырмыз. Кеңеске мектеп директорлары мен балабақша меңгерушілері қатысты. Жиынға қатысушылар тәжірибе алмасып, білім саласындағы өзекті мәселелердің шешу жолдарын талқылады. 14-15 тамыз күндері өткен республикалық тамыз кеңесіне барып қатыстық. Ол жердегі ең ерекшелік тамыз кеңесіне президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысқан болатын. Сол жерде бірнеше білім саласындағы мәселелер қозғалды, жаңа өзгерістер айтылды. Соның аясында қазіргі таңда Ақтау қаласында сол тақырыппен тамыз кеңесі мектеп басшыларының, білім беру ұйымының басшыларына өтуде. Жақсы спикерлер өздерінің баяндамаларын оқуда. Жиын соңында балаларға рухани құндылықтарды сіңіріп, тұрақты өмірлік бағдар қалыптастыруға бағытталған әдістеме қабылданды. Ендігі міндет педагогтер осы тәсілді оқу тәрбие үрдісіне енгізу. Бұл қадам жас ұрпақты рухани кемел етіп тәрбиелеуге бағытталған.